Сәлем достар, бүгін біз сіздермен клубника в шоколаде жасайтын боламыз. Қазіргі таңда ол бізде тренд болып жатқан ораза кезіндегі бір кішігірім тағамымыздың түрі десе де болады. Біз оны қазір үй жағдайында жасайтын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, егер маған тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз клубникаларымыздың барлығын жақсылап жуып алатын боламыз. Негізінде клубника в шоколаде жасар алдында бізге негізі клубниканың кішкене қаттырақ түрін таңдаған абзалырақ, өйткені жұмсақтары болып кететін болса, онда езіліп шоколадымен бірге еріп кетуі мүмкін. Сондықтан да қаттырағын таңдауды жөн санаймын. Қазір барлығын тазалап жуып болғаннан соң салфеткамен осылай видеода көрсетілгендей етіп сүртіп, содан соң 10 минутқа, 5 минутқа кептіріп қоюға қоямын. Мен шоколадына Калибаут шоколадын таңдап алдым. Сіздер кез келген дүкеннің шоколадын таңдасаңыздар да болады. Менде бұл Калибаут шоколады болғандықтан мен міндетті түрде ерітіп, бірақ темперирование жасамастан жасай беремін. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал сонымен енді қазір микроволновкада немесе водяной баняда осы шоколадтарымызды ерітіп, бірінші егерде микроволновкада ерітетін болсаңыздар, кішкене осындай консистенция болғанға дейін аз ғана уақытта, шамамен 1 минутқа жеткізбей ерітіп аламыз. Содан соң қатты араластырып, яғни көп араластырып, тағы да кішкене уақытқа қойып қоямыз. Содан соң шыққаннан соң міндетті түрде осында ерітілмеген Калибаут шоколадтарын үстіне салып, көп араластырып жіберсеңіздер ұзақтау, сол кезде шоколадтарыңыз сіздердің дұрыс шығатын болады. Бұл Калибаут шоколадының ең маңыздысы осылай көп араластыруында, сонда сіздердің шоколадтарыңыз дұрыс шығатын болады. Бетіне узор жасағанға кішкене шоколад алып қалатын боламын. Бұл бізде бетіне клубникамыздың узорын жасау үшін. Енді қалған шоколадмен бірге мен қазір осы клубникалардың барлығын жасап шығатын боламын. Негізі сіздер осындай деревянный шпажкалармен де жасасаңыздар болады. Жасамасаңыздар да ол өз еркілеріңіз. Қыздар, бізде қазір ораза айы, сондықтан да жақындарыңызды немесе өздеріңіз үйде болса да жасап жеуге сіздерге кеңес беремін. Бұл шоколад өте дәмді және де істегенде бір жасағаннан ақ барлықтарыңыздан да шығатын клубника в шоколаде. Сондықтан да менімен бірге болып, менің видеома қарай отырып барлықтарыңызда жасап көріңіздер. Мінекей қыздар, біз дайын болған шоколадымыздың үстіне клубникаларымызды салып, мен сияқты осылай тереңірек ыдысқа немесе бокал сияқты ыдыстардың түріне осылай жоғары қаратып қойсаңыздар болады. Сонда ертерек кебетін болады. Немесе бірдестен ыдысқа қойып, морозильникке немесе холодильникке қойсаңыздар да болады.
Мінекей қыздар, біздің шоколадтарымыздың барлығы жасалынып бітті. Енді қазір кішкене уақытқа холодильникке қойып, қатқаннан соң бетіне осылай узор жасап шығатын боламыз. Негізі мен узорды жасаған кезінде мешочектің басын кішкене қаттырақ қидым, өйткені маған узордың осындай ірі көлемде болғандығы ұнайды. Ал егер сіздер нәзік, жіңішке узордың шыққанын қалайтын болсаңыздар, кондитерский мешоктың ұшын кішкене ғана етіп кесетін боласыздар. Ол әркімнің өзінің ыңғайына қарай, қыздар, өздеріңіз міндетті түрде көңілдеріңіз қалай қаласа сол узорды жасап, және де сол жіңішкелікпен жуандықта жасасаңыздар да болады. Мінекей біздің клубникаларымыз дайын болды. Өте әдемі және дәмі деген керемет болып шықты. Сіздер де жасап, міндетті түрде менің видеомды толығына дейін қарап шығуларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға да ас болсын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.